Сәлеметсіздер ме? Бүгін логикалық тапсырмалардың 5-ші бөлімін қарастыратын боламыз. Жалпы тақырыбы қанша қол алысып амандасу болды дейді. Осы секілді есептерді орындау арқылы сіз өзіңіздің математикалық және де логикалық ойлау қабілетіңізді дамытатын боласыз. Ендеше тақырыпты қарастырып көрейік. Бірінші тапсырма: жиналысқа келген 12 адам бір-бірімен қол алысып амандасты. Олар барлығы неше рет қол алысты дейді. Енді біз қазір егер жиналысқа 4 адам келетін болса, қанша қол алысып амандасу болғанын тауып көрейік. Бірінші, егер 4 адам болатын болса, бірінші, екінші, үшінші, төртінші адам. Енді қараңыздар, осы жердегі бірінші адам ең көп дегенде қанша адаммен амандаса алады? Ол екінші, үшінші, төртінші адаммен амандаса алады. Сонда жалпы 3 қол алысып амандасу болады екен. Сөйтіп, мына бірінші адамды алып тастасақ болады. Екінші адам да дәл солай. Өзінен кейінгі 2 адаммен амандаса алады. Сонда 2 қол алысу болады екен. Екінші адамды алып тастасақ та болады екен. Дәл солай үшінші адам ең соңғы 4-ші адаммен амандасады. Сонымен 1 рет қол алысып амандасу болады екен. Сонда егер 4 адам болатын болса, қанша қол алысып амандасу болады деген сұраққа 3-еуін қосса жеткілікті. 3, 2, 1 қоссақ 6 болады. Сонда 6 қол алысып амандасу болады екен. Енді егер 12 адам болатын болса, оның барлығын дәл осылай жазып есептеп отыру өте ұзаққа созылады. Сол үшін бұның мынандай вариантын қарастырып көруге болады. Егер де 4 адам болатын болса, сол 4 адамның ішіндегі ең көп дегенде біреуі, сол 4 адамның ішіндегі біреуі ең көп дегенде қанша адаммен амандаса алады? Енді қалған 3-еуімен амандаса алады. Олай болса, жалпы 4 адамды 3-ке көбейтіп, жалпы бізде қол алысқан кезде 2 адам болады, сол 2-ке бөлсек жеткілікті екен. 4 пен 2-ні қысқарамыз 2, 2-ке 3 көбейтетін болса, жалпы 6 қол алысып амандасу болады екен. Енді егер де бізде 12 адам болсашы, егер 12 адам болатын болса, бізде дәл осылай қарастырсақ болады. 12 адам ішіндегі біреуі ең көп дегенде қалған 11 адаммен амандаса алады. Енді соны жалпы қол алысқан кезде 2 адам болады, сол 2-ке бөлсек, 12 мен 2 қысқарады 6, 6-ға 11-ді көбейтетін болсақ, 66 қол алысып амандасу болады екен. Бұл бізде С вариантында. Келесі екінші есеп: ойын алаңындағы 7 балаға бір-бірден келіп қосылған 6 бала алаңындағы әр баламен қол алысып амандасса, қанша қол алысып амандасу болғанын тап дейді. Енді қараңыздар, мұнда ойын алаңында 7 бала бар екен. Енді осыған бір-бірден келіп қосылған 6 бала. Енді бірінші бала келеді де ойын алаңындағы 7 баламен амандасады. Сөйтіп ол осы жердегі 8-ші бала болып, мұндағы 7 балаға қосылады. Енді және мұнда екінші бала келеді. Енді ойын алаңында қараса 8 бала бар. Ол 8 адаммен амандасып, ойын алаңындағы 9-шы болып тұрады. Дәл солай кезек жалғаса береді. 3-ші бала келеді. Ойын алаңындағы 9 баламен амандасады. 4-ші бала келіп 10 адаммен, 5-ші бала келіп 11 адаммен, және 6-ші бала келіп 12 адаммен амандасады екен. Енді жалпы қанша қол алысып амандасу болды дейтін болса, барлығын қоссақ жеткілікті. 7-ге 8-ді қоссақ 15, 15-ге 9. Бізде 24 болады, 24-ке 10, 34, 34-ке 11, 45, 45-ке 12, жалпы 57 қол алысып амандасу болады екен. Бұл бізде А вариантында. Келесі үшінші есеп, мына өте қызықты есеп. Талғатта 7 көйлек және 5 галстук бар. Неше тәсілмен 1 көйлек және 1 галстук киюге болатынын тап дейді. Мына жақта көйлектің реттік нөмірін қойып қояйық. Мына бірінші көйлек, екінші, үшінші, төртінші, 5 және 6, 7. 7 көйлек, 5 галстук бар екен. Енді қараңыздар, осының ішіндегі бірінші көйлекті қанша галстукпен тағалады? Ең көп дегенде қанша тәсілі бар? Мұндағы бізде 5 галстук 5-еуімен де тағалады. Сонда бірінші көйлекке 5 тәсіл болатын болса, екінші көйлекке де 5 тәсіл. Сонымен әр көйлекке де 5-5 тәсілден болады екен. Сонда жалпы бізде 7 көйлек бар. Сонда 5 галстукке 7 көйлекке көбейтетін болса, жалпы бізде 35 комбинация болады екен. Бұл бізде мұнда Д вариантында. Бұл жердегі варианттар жақсылап көрінбей қалыпты. Келесі 4-ші есеп: футбол ойынына 9 команда қатысып, бір-бірімен бір ойыннан өткізді. Барлығы неше ойын болғанын анықтаңыз дейді. Жалпы бізде 9 команда бар екен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді қараңыздар, осының ішіндегі бірінші команда қалған командалардың барлығын бір-бір ойыннан өткізу керек. Енді ең көп дегенде қанша ойын болады? Енді 9 команда болатын болса,
бірінші команда қалған 8 командамен ойнап шығады. Дәл солай бірінші команданы алып тастаймыз. Енді екінші команда қалған бізде 7 командамен ойын өткізеді екен. Дәл сол секілді үшінші команда 6, солай 5, кезек солай 4, 3, 2, 1 деп жалғасады екен. Осының барлығын қоса жалпы ойынның саны шығады екен. Немесе бұны былай қарастырып көруге де болады, жаңа бірінші есеп сияқты. Бізде жалпы 9 команда болатын болса, ішіндегі бірінші команда ең көп дегенде қалған 9 команда ең көп дегенде қалған 8 командамен ойын өткізеді екен. Енді ойында жалпы 2 команда болады, соны 2-ге бөлсек жеткілікті. Екеуін қысқартамыз 4, 9-ға 4 көбейтетін болса, жалпы 36 ойын болады екен. Бұл бізде С вариантында. Келесі, мектепте өткен тоғызқұмалақ ойынына 8 оқушы қатысып, бір-бірімен бір ойыннан өткізді. Барлығы неше ойын болған анықтаңыз дейді. Дәл осы секілді жаңағыдай есеп, жалпы 8 оқушы болатын болса, ішіндегі бір оқушы ең көп дегенде 7 оқушымен ойын өткізе алады екен. Енді тоғызқұмалақта 2 ойыншыдан болады, 2-ге бөлсек, 8 бен 2 қысқарады 4, 4-ке 7-ні көбейтетін болса, бізде 28 ойын болады. Бұл бізде Е вариантында. Келесі 6-шы есеп. Аңшы оқтарын 5 қалтасында әр қалтада бірден кем емес, 5-тен артық емес және кез келген 2 қалтадағы оқтар саны тең емес болатындай етіп салды дейді. Аңшыда барлығы неше оқ болған табыңыз дейді. Бізде аңшыда 5 қалтасы болады екен. 3-ші қалта, 4-ші және 5-ші қалта. Әр қалтасында, аңшының әр қалтасында бірден кем емес болу керек, бір болуға да болады. Және де 5-тен артық емес болу керек, 5 болуға да болады екен. Жалпы бірден кем емес, 5-тен артық емес оқтар болған екен әр қалтасында. Мысалы, бірінші қалтасында бір оқ болатын болса, қалған қалтасына бір оқты сала алмаймыз. Өйткені әр қалтада оқтар саны тең болмауы қажет. Және де бірден кем емес, және 5-тен артық емес болу керек. Онда олай болса, екінші қалтасында 2 оқ деп қарастырсақ болады екен. Дәл сол секілді 3-ші қалтасында 3 оқ, 4-ші қалтасында 4 оқ, 5-ші қалтасында 5 оқ. Әр қалтада бір-біріне тең емес болатындай, және бірден кем емес, бірден кем емес, яғни 5-тен артық емес болатындай жалпы оқтарды салып шықтық. Енді жалпы оқтардың санын табу үшін оқтардың барлығын бір-біріне қоссақ жеткілікті. 1-ге 2-ні қоссақ 3, 3-ге 3, 6, 6, 4, 10, оған 5-ті қосса жалпы 15 оқ болады екен. Бұл бізде Е вариантында. Жалпы осы секілді логикалық тапсырмаларды шешу арқылы сіз өзіңіздің жалпы логикалық ойлау қабілетіңізді дамытатын боласыз. Енді каналымызға тіркеліп қойыңыз. Алдағы уақытта көптеген логикалық тапсырмалардың видеосын шығаратын боламыз бұйыртса, сіз соларды ең алғашқы болып көре аласыздар.